Ассалаумағалейкум, қазақ халқы. Мынау ел туралы, жер туралы ойымды айтайын сіздерге. Елімізді сатып жатыр, жерімізді сатып жатыр. Қазақ халқын құл қылып жатыр, жойып жатыр. Мынау мектептен, бақшадан, жоғарғы оқудан, мынау молдамен улап жатыр. В общем, Назарбаевқа құл қылып жатыр ғой. Назарбаев Қытайға дайындап жатыр құлдыққа. Ертең кіргізеді заводымен бірге. Сосын жатасыңдар бәрің соны. Үйіңе кіріп, үйіңе емес, көршің үйіне өзің інің бе, ағаң бе, қызын, қатын зорлап жатса да жата беретін жағдайға жеттіңдер ғой қазақтар. Мен үйіме кіріп жатқан жоқ депті. Қашан намыстарың оянады? Мына жерді сатпа деген батырлардың бәрі түрмеде жатыр. Алдын өлтіріп жатыр. Сендерде намыс деген бар ма өзі? Мынау хайуан бар ғой. Жылқы болсын, қасқыр болсын, любой нәрсе, ит болсын, өзін туған баласын қимайды, қорғайды қолынан келгенше. Сендер соны істемей хайуаннан да төмен болып тұрсыңдар ғой. Бала шағаларыңның болашағын, ұрпағын ойласаңдаршы. Қашанғы жүресіңдер құл болып? Ел, жер керек емес па сендерге? Мынау коронавирус деп жатыр ғой. Мынау жабамыз, шекараны жабамыз, үйтеміз, бүйтеміз дейді. Ол вирус ауру үшін жауап істемейді. Ол қазақ халқы полный қырылып қалса да Назарбаев жақсылық істемейді. Соны біліп алыңдар. Бұл жерде басқа ойын ойнап жатыр. Ана қызын президентке қояйын деп отыр ма? Ол ойын білмейсің, не істеп жатқанын. Так что естерің жиыңдар, мына жерден айырылмай жатқанда айырылып бітетін болды ғой, Қытай кіріп. Сосын мынау шүкірбайлар бар ғой, мынау қырғыздарға не болып жатыр, мына Назарбаев кетсе қайтеміз дейтіндер бар ғой, тәжіктер не болып жатыр деген. Сендердің өзі бастарың түкке жетпейді екенде, ақыл айтпай ақ қойыңдаршы. Осы мына 90 жылдар бөлінген Прибалтиканы салыстырыңдаршы біздің Қазақстан мен Россиямен мынау мысалы. Прибалтиканың өмірі бізден 10 есе мықты. Олар сендерге ұқсап ертең қарттар үйінде қалмайды. Оларда деген кәдімгідей жағдайын жасайды өкімет деген бар, заң бар. Біздегідей мынау қандық диктатура емес оларда. Оны жеңіп, олар адам сияқты өмір сүріп жатыр. Біз өзіміз үшін емес, ұрпағымыз үшін хайуан құрлы болмадық қой. Хайуан бар ғой, кәдімгі жылқының өзінің баласын жегізбейді ғой қасқырға. Біз деген кәдімгі өсіріп, соны Назарбаевқа құлдыққа дайындап беріп жатыр. Сол хайуан құрлы болақшы болмаса, жерімізді қорғау, ұрпағымызды Назарбаевқа құл қылмай, Назарбаев Қытайға құл қылады. Сол құлдықтан құтқарып кетейік. Ояныңдар қазақтар, бүйтіп жүре берсек бар ғой, мына қазақ деген халық ұлт жойылады. Басқа ештеңе қалмайды, түк те жоқ.